қайсыңа берілді? Ақын өмірі мен шығармашылығы жайлы тың деректер тауып келу. Орныңыздан тұрып жауап берейік, балалар. Дұрыс, тың деректер тауып келу. Енді осыны балалар, домбыра әдісі бойынша сұраймыз. Яғни домбыраның әр пернесі әртүрлі дыбыс шығарады. Сендерде топтарында үй тапсырмалары қайталанбауы тиіс жаңа деректер балалар. Енді дескриптор мынандай. Ақын өмірі мен шығармашылығы туралы тың деректер айтады, бір балл аламыз. Түсіндік пе? Ал енді оны осы домбыралармен бағалаймыз. Енді балалар, сендерге балалар бағалау ретінде осы қоржындарды үлестіреміз. Қоржындарына бағаларды жинап отырамыз. Түсіндік пе? Тезірек. Ал бастаймыз. Енді жоқ пен тез арасында режимге ескеріңдер кішкене үй тапсырмаларына. Жақсы, бірінші көреген Айберген тобынан бастаймыз, иә? Ал бастаймыз. Әкесі Айберген сөзге шебер, негізінде ел басқарған, ауыл аймағына сыйлы, қадірменді адам болған. Ол ауызша есептеш жүрек, ақылды, зерек ақсақал атанған. Әсіресе ауа райының қай кезде өзгеріп кететін, егінді қай кезде жиып алуға болатын дәл есептеп айтқан екен. Тамаша берек, ақарай. Және ақынның анасы жүректе халық аузы зеректің терең білетін өз қатар құбыларының жатқан жіберегі мейірімділігімен ерекшеленіп, бір сөзді бір сөзге тоστырып, табан астынан ауысып салып айтатын адам болған. Табан астынан суырып өлең шығаратын адам болған. Сонда әкесі де, анасы да қандай адам болғанын білдік. Ақарай. 20-дан енді ғана асқан шағында қазақ поэзиясының төрінде жарқ ете қалған ақынды әдеби орта бірден мойындайды. Әбділда Тәжібаев ақынның өлеңдеріне алғаш сөз жазып, баспасөз бетіне жариялайды. Соған қарамастан ақын көзі тірісінде жазушылар одағының мүшелігіне өтіп үлгермейді. Қазір Төлеген Айбергенов атындағы әдеби сыйлық бар. Төлеген Айбергенов атамызға сіздің неше балаңыз бар дегенде 3 балам бар. Біріншісі Шамсы Қалдаяқов, екіншісі Мұқағали Мақатаев, үшіншісі Мұхтар Шаханов дейді екен. Себебі олармен шығармашылық дос болған. Өте тамаша, шынында да, болды. Ақарай. 2004 жылы түркі әлемі студиясы Төлеген Айбергеновтың 70 жылдығына орай Айбергенов Алимат Тахраның тажы 60 минуттық фильм шығарып, 2012 жылы Айбергенов журналы жарық көре бастағанда. Бірақ қаржылық жағдайына байланысты журналдың шығуы тоқтап қалды. Тамаша мәліметтер.